Инесса мевзулары Эрвин Ибрагимовның қачырылмасындан бір ел кечкені мұнасибетінен дуа кечірілді. Киевде Қырым статусынен бағлы анаяса деңішмелері аққындалы феттілер. Vergi organlarının xabarçılıqda şəklenген 23 sabıq ve şımdıq xadima yakalandı. Akşam şerefiniz hayırlı olsun. Eferde zaman bugün mayısının 24 ve Qırım işğalının 1182. günü studiyada Mavile Muhtarova çalışam. Эрвин Ибрагимовның қачырылмасындан бір ел кечкені мұнасибетінен Бақшысырайда дуа мерасимі кечірілді. 100-ден зиеді инсан оның тезде евге қайтмасы үшін дуа етті. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, ля иляха илляллах, Аллаху Экбер. Көстереділер, санки мұлар çalışalar. Ama соңғы вақыт asıl bir türlü malumat Ervin hakkında yok. Yazıklar olsun, gerçekten de ne olganını, kayda olganını, nasıl ahvalda olganını biz şimdi bilmeyimiz. Ama Ervin aramızda olgan olsa, ben eminim mutlak milli harekette iştirak edecek edi. Halkının beraber olacak edi, halkına fayda getirecek edi. Hem öyle bir duygu var, bu sağ, işte başka fikirler gelmiyor. Bu yok oğlumuz sağ selimip gelip, bana bu cemaatimizden koşulup, anasının, babasının birge yaşamaklar kısmet etsin. Büyük'e geldik şu balanı, kayıtıp gelsin de dualar yapmağa amin. Allah Teala niyetlerimizin kabul etsin. Gelin bana bu cemaatimizden koşulsun amin. Dünya Qırım Tatar Kongresi İcra Komitetinin nazası Ervin Ибрагимов 2016 senesi mayısının 26'sında kayıp oldu. Türkan binasında olğan kameralar Baqçısaray Regional Meclisi azasının kaçırılmasını kaydetti. Tafsilatlı telefamızda tarif edelim. 2016 senesi mayısının 24 bölevқаларда Rusya yol patrul xizmetinin xadimlері көріне. Эрвин Ибрагимов қачмаға тырышты, ләкин оны машинаға мендіріп, белі олмаған бір ерге алып кеттілер. 3 күнден соң Бақчысарайлылар ерлі полицияның бинасы оғынды топлашты, да фаал қыдырмаға талап еттілер. С нашей стороны. Там какое-то определенное время мы Тапмаға істесенісіз бұтын Қырымны авдарып шығарсыныз дедік. Біз бұны олар Ахмежетлі атыжыны қыдырған вақытта көрдік. Шымды не үшін фааллешмейлер? Бір ел кечсе біле Ибрагимовның қачырылмасымен бағлы таққатының бір нетижесі yok. 2016 senesi июль айында о вақыт Қырымнан işgalci прокурор olған Наталья Поклонская Rusya yol xizmeti xadimлерінің Қырым-татар фаалжысының қачырылмасымен алақалары olғанны инкар етті. Это не соответствует действительности. Bu malumat gerçekке uymay, çünkü anda yol patrul xizmetinin xadimlerinin noktası yok edi. Videoda kaydetilgen araba ДПС arabası gibi kaydetilmegen. Vaqia olgan yerde ДПС noktası yok ve olmamak gerek edi. ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Ибрагимовлар қорантасы пара бермеге азыр olғанны айтып, оғылыларына қачырғанларға мұражат еткен еді. Достве туғанлары Қырымда илянларына тарқатты, шаатларына қыдырдылар. Загнать тупик. Біздеріні кошеге қамадылар. Мені тоннельге кірсеткенлері кібі, кетесін ве оғде ярық көрінмей. Керчек айтсам, умутнен яшайық. Кеткенде бір нұр көрмеге істейсін, ләкин бұл нұр көрінмей. Еп теренже ве оғде қаранлық. Соя қарабасы сыныфдашлары ве достарындан ғайры Эрвинні кімсе қыдырмай. Біздің fikrimizге көре, Эрвинні біз сіздің яныңыздамыз деп көстермеге істейлер. Бірінізден бөлі бір шей ола біле. Олар қорқмағанлар арасында да қорқу олғанны істейлер.
Эрвин Ибрагимов милли әрекетте фаал иштирак еткен еді. 2012 сенесі Бахчисарай шер шурасының депутаты оларақ сайланды. Дүния Қарымтар Конгрессінің ижра комитетіне сайланған Украинави Қарымның 6 векілі арасында еді. Ибрагимов Бахчисарай регионал меджлисінің азасы ола. Меджлисінің бірчоқ тарафдары кібі 2014 сенесі февральның 26-сында олған митингте иштирак еткен еді. Бұл левхаларда Эрвин Украина бүтінлігіні қорчалай. Киевдегі Русия жахане соғынды акцияны кечіріп Эрвинсіз бір ел фильміні көстерділер, тәпсілатлы заманның сабаяйынларында сейретіңіз. Русияге қол тұтқанлар 2014 сенесі февральның 26-сында олған митингте арматура ве косия шартқан газны қолланған еді. Бұны Имае Шаты Инвер Алиддинов Меджлис рейсінің муавина Ақтемшей Гоздавасының 118-ші махкеме отырышында тариф етті. Ишгалжы прокуратура Меджлис рейсінің муавинаны 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламентінің бинасы оғындегі митингте үзберген қалабалықларының тешкіл етмесінде қабатлай. Митингтің рус тарафдарлары өзлеріне тежауыз жалы барғанлар. Олар Украина митинг иштиракчылары тарафдарларының якынлашқанларындан сон басыл башлаған. Рус митинг иштиракчылары Украин митинг иштиракчыларыны итеріп шығармаға тырышқанлар. Олар пластик шешелерін аты башлағанлар. Бұне берабер олар арматураларды атқанлар. Бірі Қырым татарының башына теген, башы қанаған. Шаат оларда көз кесіжі газ қоланғанын айты берді. Танышының бірінде көздері яшыланы башлаған. Также он видел, что использовался газ. Қырым статусының деңіштірілмесі Қырым Мұхтар Жұмхуриеті меселелері үшші группасының бірінші топлашуында музыкері етілді. Группа майысының 12-сінде Анаяса комиссиясы тарафындан құрылды. О, Қырым Мұхтар Жұмхуриеті ақында Анаяса деңішмелеріні азырлайжақтыр. Қырым татар милли межлесі Қырым татар милли мұхтариетінің құрылмасында исрар ете. Үшші группаның невбеттегі топлашывы июньнің 7-сіне планлаштырыла. Ми отримали юридично. Перше питання, як мені здається, це питання, щоб не скотитися... Esas проблемалардан бірі devlet федерализация olabilir. Boğumuzda peyda olған esas проблема. Çünkü federalizatsiya başlansa, bütün memleket federalizatsiya olmalı. Якщо є якісь побоювання, то давайте одразу... Бірді-бір қорқу олса чезов yolları ve aletlerini belgileyik. Комиссия азалары ve urmetli ekspertler başka yolumuz yok. Çünkü biz için bu öz-özümüzni belgiley bilgen hakkımızdır. Ми нікуди не можемо дітися. Украинлерге жеп омбудсмені керекмей бөлі бірат алған соққа акциясы Киевдегі Юқары Рада инсан ақлары комитетінің янында олып кечті. Анда инсан ақлары векелетлесінің намзетлері бақылды. Бұлар Народный фронт фракциясының тешебүсінден Людмила Денисова, Петро Порошенко блокының тешебүсінден Сергей Алексеев ве Олег Ляшко радикаль фирқасы фракциясының тешебүсінден Андрей Мамалыга. Уху хорчалайчылар оларының фікірінше яңа омбудсменнің фирқаға насыл бағлы олачағаны постерділер. Щоб ця людина, яка була Сайланacak insanın hukuk orçalayıcı faaliyetinde tecrübesi olmalı. Bundan gayrı bu insan siyasetten uğraşmamalı. Farklı siyasi güçten uzak olup, bir siyasi firqa ya da takımının menfaatlarını temsil etmemeli. якихось політичних партій або угрупувань. Bu namzetlerini teklif etken firqalar, radikal firqa, Petro Poroshenko'nun bloku, Народный фронт olsun. Bu firqalar Qırımның толы qamaçavı, Qırım sakinlerinin siyasi, iqtisadi ve diğer haklarının sınırlanması, onlarını rey berme hakkından marum kaldırmaq ve vatandaşlıktan çıkarmaq nen bağlı fikirlerini ve belli bir tekliflerini aydınlatkan ediler. Арби прокуратура ve içki işler nazırlığının xadimleri xabarcılıqqa qarşı en büyük operasiyonu keçirdi. Bunu Ukrayna Arbi prokuroru Anatoly Mitios ve içki işler nazırı Arsen Avakov Juliana Valiman'ın yanındaki briefinglerinde ayttılar. Sabadan prokurorlar hukuk koruyucularının beraber 400 tıntuv keçirdi. Ukrayna bergi organlarının 23 sabık reberi, sabık muavini ve şimdiki xadimleri yakalandı. Bununki bu tedbirler Ukrayna'nın 15 vilayetinde geçirildi. Здесь в специальном оперативном режиме Мында memleket boyunca şeklengenlerinin yakalanması keçirili. Bu yerde onlarını kabul edecekler. Anatoly onlarını mahkemeye yollayacak.
Анатолий будет их направлять в суд. Держава недоотримала. Янукович, Клименко ве бүгінге қадар Украинада олғанларынан жинайы тешкілаты бергі төлеген инстанлар сайесінде зенгін олды. Ал азырда тақиқат елде еткен мәліметқа көре бұл параларының миқдары 97 миллиард гривнаны тешкілеті. 97 миллиардів гривень. Янукович заманының бергі органларында çalışқанлар бұтын Украинадан Киевге кетірілі. Беш вилетті яқаланғанларыны вертолетларының Жуляны авалиманна еткізелер, анда Милли гвардия штабы ерлеші. Я по прізвищу вам зараз не скажу, тому що їх всіх в голові не тримаю. Прізвища... Шымды әрбірінің соядыны айтып оламам, чөнки оларны қафамда tutmayım. Soyadlarını Baş prokuratura ve içki işleri naziri айтар. Soyadı Kazak olған сабық бергі қызметінің қадимы сыңыр қызметшілері тарафından o uçаққа minген вақыт яқаланды. Күтлеве операция саба саат 6-да башланды. Она мақсус полис қызметшілері, Милли гвардия хадимлері ве арби авиация желпетілді. Шымдылік келер назірлігінен сабық 23 хадимы тұтылды. Самая велика складність була це Жириян әрекетлері азырланмасы, қызметшілер желпетілмесі ве мәлімат тарқатылмамасыны темин етмек ең мұрекеп oldu. недопущення витіку інформації. Цю операцію нам не вдалося би зробити. Fiskal қызметінің yolbaşısı Roman Nasirov yardım etmеген olsa bu operatsiya keçirilmez edi. Onsuz bergi kanunlarının incelikleri ve kaydı bozulуlarını kaydetip olamaz edik. Роман Насіров, тому що Konvoy yakalanğanlarını avtozaklarga oturtup Baş prokuratura binasına alıp kettiler. Анда оларға шеклеме сесендірежеклер. Sonra Печерск район mahkemesi анда есе яқаланғанларға низбетен сыңырланув усылны белгілемек кереклер. Катерина Буцкрихидзе, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Киевнің Печерск район mahkemesinde бірінші отырышында екінленді Луганск вилеті бергі қызметінің сабық ребері Александр Антипов 15 миллион гривна пе берілген соң mahkeme салонында азат етілді. Бұл параны 5 күн ішінде төлемек керектір. İstanbul'da 17. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı geçirildi. Bu sene 26 Türk halkının vekilleri iştirak etti. Kurultayının 3. sesiyasında rezolüsiya kabul etildi. Kararda başka memleketlerde yaşayan Türk halklarının gayip olma tehlikesi altındaki tillerinin korunması ve inkişafını temin etmeye talep edildi. Türk Dünyası Kurultayını konsert yekunlemekte tafsilatlıca muhbirimiz Emine Halil tarif etti. Teknik sebeplerden da İstanbul'da Türk Dünyası'nın 22. Bala Festivali olup geçti. Farklı Türk memleketlerinden gelgen balalar her yıl Türkiye'ye gelip kardeş halklarının medeniyetini ve muzikasının tanışıla. Festival iştirakçıları arasında Kırım'dan gelgen balalar da var idi. Ahmetçik'ten gelgen Cemile ansamblinin 12 artisti 6000 musafir günde çıkış yaptı. Cemile Ansambl bu festivalde çok eğlendirdi. Ama biz benim birinci keremiz. Burada sizler beğendiler. Ballar özünü yaxşı taraftan gösterdiler. Türk halklarını toplaşa. Hepsi özünü laf ederler, tırışalar. Milevşe Bala ansambli 7 yaşını dolduğunu münasebetinden Sudak'ta konsert ötkirdi. Milevşe Bağıt Bağışla adını alған konsert programması 30 çıkıştan ibaret oldu. Musafirler arasında yerce ve oyun ustaları da var idi. Счастье.
Бақыт, қуаныш, sevgi, әрбір чықшымыз бұл дойғылармен толдырылған еді. наполнен именно этими чувствами. Наш ансамбль Ансамбліміз поднимался с ел-елдан маленького елерлей. уровня. И с каждым годом он набирает обороты. Шен бір концерт барлақ oldu. 30 çıkıştan bir nefeste geçti ve pek meraklı oldu. Herkes, ana babalar ve babalar herkes pek kuvana. Bu soңғы xaberimiz еді. Ең таза xaberlerinin zamanının sabah yayınlarında seyretiniz. Saytımızda ATR telekanalına abone olunuz. Sizin yardımınız bizim için mühimdir. Hayırlı akşamlar.